I'm Missy Shanat. Welcome to my channel. Сіздермен бүгін осы workbook бойынша Top Stars кітабы үшін сыныптар 7-ші бөлімнің осы 3-ші 4-ші сабақтарын өтетін боламыз. Бұл бізде 87, 88, 89 беттер. Exercise number 1-ға мұқият қараңыздар. Міне, мынау я. Look and write, яғни қара және де жаз дейді. Мына сөздер біз сіздерде кітабында өткенбіз. Бұл бізде дәптері, я. Shelf деген бұл бізде полка деп айтамыз, я. Полка сөре деп айтамыз. Guitar, гитара, pillow, жастық, computer, компьютер, skateboard, skateboard. Енді осы сөздерді біз мына суретке байланысты, номерлеп қойылған екен. Енді сол бойынша номерлеген заттарды тұс-тұсына біз жазуымыз керек. Мысалға, бірінші номерде ол бізде қайсы екен? Мынау. Бұл бізде нені көріп тұрсыздар? Міне, кітап, жаңағыдай кітап емес, жаңағыдай сөрені көріп тұрмыз. Сөре деген сол бізде shelf болады, полка деген тұр. Енді екіншісін көрейік. Бұл бізде skateboard. Енді skateboard деген сөзді мына жерге жазамыз. Skateboard. Мына. Енді қараңыздар, скейтбордты жаздық. Келесі ол үшіншісі қайсысы бізде? Мына компьютер деген сөз, компьютер қайсысы еді? Мынау. Енді осы сөзді мына жерге жазамыз. Компьютер. Енді төртіншісі ол бізде қайсы еді? Төртіншісін көрейік. Мынау. Бұл бізде гитара екен, Guitar. Мына сөзді жазамыз. Guitar жаздық. Бесіншісі ол бізде не екен? Міне, жастық. Мынау жастық бізде. Жастық ол бізде pillow болады екен. Міне, осыны жазамыз. Pillow. Жастық деген сөз. Міне, бірінші тапсырма бітті. Енді екінші exercise number 2. Екінші тапсырма. Listen and remember. Тыңда және де номерле деп жатыр екен. Мысалға, мына жерде транскриптті көрсетіп қойдым сіздерге. Менде тыңдалым бөлім жоқ, Енді қараңыздар. Бұл жерде біз оқимыз, сосын осы жерге номерлерді қойып шығатын боламыз. Мысалы, мынау бірінші номердегі, мынау екінші номердегі, мынау үшінші номердегі. Енді қазір мен бірінші номердегі сұхбат жаңағыдай диалогты оқиын. Have you got a laptop in your room? Tess. Яғни сенің үйіңде ноутбук бар, сенің бөлмеңде ноутбук бар ма? Тест деп жатыр екен. Енді жауап беріп жатыр. Жауабына қараймыз. No, I haven't, but I have got a computer. It's new. Ол жаңа дейді. Яғни мынау бізде компьютер. Бұл бізде компьютер ноутбук жайында мына суретте айтты. Яғни ол бізде біріншісі, Демек, бір деген санды мына жерге қоямыз номерді. Екіншісін оқиық. Is that your skateboard, Ollie? Яғни бұл сенің скейтбордың ба, Ollie деп жатыр екен. Oh, yes, I've got 3 skateboards. Менде 3, менде 3 скейтбордтар бар. This is my favorite skateboard. Бұл менің сүйікті скейтбордым. Ол қызыл, it's a red деген сөз, Енді қызыл скейтборд жайлы айтып жатыр, мынау жайлы, Ол бізде екінші екен, міне. Мына екіншісін оқыдық қой, енді үшінші. Wow, me, яғни wow, me, апырмай. Оқты деп айтамыз, апырмай, мен. I've got a guitar in your room. You've got a guitar in your room. Сенің бөлмеңде гитара бар екен. Yes, I like playing the guitar. Мен гитарды ұнатамын. Яғни гитара жайлы айтып жатқан ол қайсы екен? Үшіншісі екен. Үшінші, мына 3 деп осы санды қоямыз. Енді келесі тапсырмаға өтейік. Бұл бізде 4-ші тапсырма. Exercise number 4. Қараңыздар. Look at the picture and write. There is, there are, there isn't, or there aren't. Яғни мына суретке қарады және де жаз дейді. Бұл бізде there is, there are, there isn't, there aren't. Бұл бізде қандай құрылым еді? Бұл бізде барлығы бар деп айтылады. Сөйлемнің басында келеді, ұмытпаңыздар. Бұл бізде бар деген сөз. Сөйлемнің осындай конструкция бар. Негізі осы ссылканы осы описание бөліміне қалдырып кетемін. Осы there is, there are осыларға байланысты арнайы сабақ түсіргенмін, соны көрсеңіздер болады. Немесе егер де салмаған болсам, ереже деп жазып кетіңіздер, міндетті түрде сабақ түсіріп салатын боламын. Қараңыздар. There is, there are. Яғни there is дегеніміз ол бізде бар деп айтамыз, бір зат. Бір зат болады. Енді there are дегеніміз ол бізде көпше түрде бар, бірақ екі немесе одан да көп, 3 көпше түрде, there are, бар деп қолданамыз. Мысалға, мұнда бір алма бар десек, there is an apple. Егер де екі алмалар бар десек, there are apples деп айтамыз. Енді there isn't дегеніміз тура осы, бірақ болымсыз формасы. Мынау бізде плюс болымды формасы еді, мынау бізде болымды, ал мынау бізде болымсыз формалары екен, яғни жоқ деген сөз.
ол бізде жоқ деп аударылады. Сонда қалай болады? Жаңағыдай there isn't болса, бұл бізде бір зат, иә? There isn't an apple. Алма жоқ, біреу. Енді there aren't apples. Алмалар жоқ. Я, екі немесе одан да көп мына алмалар, заттар болса, осы there aren't қолданамыз. Енді мына жерде бізде не тұр екен? Қараңыздар. Суреттер тұр екен, сосын бізде сөйлемде беріліп болған екен. Негізі біз үшінші тапсырманы істеуіміз керек еді, одан төртінші тапсырмаға өтіп кеттік. Біз мейлі қазір 4-ті бітірейік, сосын 3-ге өтеміз, иә? Қараңыздар. Суреттер тұр, және де сөздер тұр. Ал енді жасап көрейік. Мысалы, қараңыздар. There isn't беріп тұр. Жоқ деген сөзде жекеше түрде. A computer on the desk. Яғни мына партта, иә? Партаның үстінде біз компьютер көріп тұрғанбыз, жоқ, біз лаптоп, яғни ноутбук, иә? Ноутбук көріп тұрмыз. Міне. Laptop. Сол себепті there isn't дедік. There isn't a computer on the desk. Мұнда компьютер жоқ. Енді бірақ бар деп қалай айтамыз? Лаптоп біреу ғой. Лаптоп біреу. Енді бізге бар деген сөз керек. Қайсысы болады? Бір затқа бар деп айтамыз. Міне, there is. Сонда but кіші әріппен жазамыз. There is a laptop. A laptop. Яғни мұнда не бар дейміз? Бірақ ноутбук бар. Түсінікті ғой, иә? Түсінікті болса, түсінікті деп жазып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар, иә? Bookcase, екінші сөйлем. Bookcase ол бізде мынау кітап сөресі, қараңыздар. Енді айтады and деп қойды. Және shelves, сөрелер, иә? Сөрелер, және де сөрелер бар екен. Енді қараңыздар. Біз мына сөздерді қоюымыз керек қой, иә? Конструкцияларды there is, бұл бізде сөре біреу, бізде сөре бар. Сонда қалай болады? There is a bookcase деп жазамыз. Бізде сөйле бар. Біз сөйлемді осы жерде жазып құрастыруымыз керек, иә? There is a bookcase. Яғни кітап сөресі бар. And дейді, және shelves дейді. Shelves бұл бізде сөйлелер көпше түрде. Енді бізде бар дегеннің көпше түрі қайсы еді? Иә, мынау there are болады. Сонда and there are shelves. Міне, көріп тұрсыздар ғой, мынау сөрелер. Полкалар деген сөз. And there are shelves too. Және де қасында не бар екен? Сөрелер де бар деп жатыр. Енді үшіншісін қараңыздар. A rug. Бұл бізде кілемше. And дейді. A sofa too. Яғни диван дейді. Яғни не де бар дейді, бізде айтамыз. Кілемше де бар, сосын диван да бар. Қалай болады? Жекеше түрде тұр. There is болады, иә? There is. There is a rug. Яғни кілемше бар. Енді софада жекеше түрде тұр. Сол себепті кіші әріппен жазамыз, сөйлемнің ішінде болғандықтан. There is a sofa too. Яғни there is a rug. Кілемше бар, және де диван бар. Төртіншісіне қараңыздар, міне. Осы жерде. Бізде айтады two guitars. Біз бұл жерде мұна суретке қараңыздар, гитара біреу ақ екен, иә? Бірақ бар. Енді біз айтуымыз керек, екі гитара жоқ, екі гитаралар жоқ, көпше түрде жоқ деген қайсы болады? Міне, көпше түрде, міне, жоқ деген there aren't болады. Сол себепті there aren't деп жазамыз мына жерге. Сөйлемнің басы болғандықтан үлкен әріппен жазылады, мына сөйлемнің басы. There aren't, міне. There aren't two guitars. Мұнда екі гитаралар жоқ, бірақ қанша? Бір гитара бар екен, иә? Two guitars. Енді there, бұда мына көріп тұрсыз ғой, нүкте тұр. Уже сөйлемнің басы үлкен әріппен бастау керек. There, бізде бір гитара деп қайсын айтатын едік? Міне there is. There is one guitar. Мұнда не бар екен? Жаңағыдай екі гитаралар жоқ, бір гитара бар деп айтылыпты бұл сөйлемде. Енді мынау жаңағы тастап кеткен тапсырмамызға өтейік. Exercise number 3. Look, count and write. Қара, сана және де жаз деп жатыр екен. Мына суретке байланысты біз there are ма, there is ба, я жазуымыз керек екен. Санаймыз біріншісі, қараңыздар. Мына үлгі бойынша. There are, бұл бізде қандай еді? Көпше түрде, көпше және де бар деген сөз. Дұрыс па? Бар деген сөз. Міне. Мынау there are дегеніміз көпше және де бар деген сөз. Енді қараңыздар, неге біз көпше деп жатырмыз? Өйткені 3 деп тұр, иә? 3 кітап деген сөз. Books. 3 кітап. Санайықшы екен. 1, 2, міне. 3, иә? 3 кітап. 3 books. Сол себепті 3 кітап бар деп жазылды. Енді бізде box, қораптар. Санайық. 1,
box, 2 boxes, 3 boxes. Енді үш қораптар деп жазуымыз керек. There, тура осылай there are деп жазамыз, көпшетір болғандықтан. There are, енді 3 деген сөз жазамыз. 3 boxes. Түсінікті болды деп ойлаймын, иә? Енді төртінші shelf, бізде сөре деген сөз. Енді 1 shelf, 2 shelves. Яғни не деп жатырмыз? Екі не бар екен бізде? Сөре бар екен. Сол себепті жазамыз. There are 2 shelves. 2 shelves, иә? Мына арасы бөлініп жазылады, қосып жазып қоймаңыздар. There are. Енді pencil санайық. 1 pencil, міне 1 pencil, 2 pencils. Екі қарындаш бар екен. Сол себепті there are міне 2, мына жазбайсыздар, иә? 2 pencils. Міне there are 2 pencils деп жаздық. Міне түсінікті болды деп ойлаймын. Не бар дейді? Екі қарындаштар бар деген сөз. Енді бұл бізде төртінші сабақ, lesson 4, мұқият қараңыздар, иә? Exercise number 1. Look and match. Қара және де сәйкестендір. Write A, F деп қойыпты. Яғни A-ден F-ке дейінгі екен. Мысалы қараңыздар, мынау A, B, C, D, E, F шарлары тұр. Сосын осы әр шарда сандар тұр. Енді біз сол сандардың жазылуы мына жерде тұр. Соған байланысты жазылуы не айтылады? Соған байланысты мынау номерленген шарлардың әріптерін жазамыз. Мысалға әріптер тұр, мысалға 20. Бұл бізде 20 деген сөз. Қайсы шарда тұр 20 саны? Міне, мынау шар, ол бізде C шары. Сол себепті мына C-ді мына жерге жаздық. Енді 43, 43 деген қай шар? Міне, B шары. Сол себепті B деген шарды мына жерге жазамыз. 6 бұл бізде 6, T 10-дық, 60 деген сөз. 60 қай суретте тұр? Мынау ол бізде F шары. Мына жерге F деп жазамыз. 80 дегеніміз бұл бізде 8, 85, 65. Қайсы шар? Міне, E шар екен. Мына жерге E деп жазамыз. Түсінікті болып жатыр ма? Түсінікті болып жатса, түсінікті деп, түсініксіз болып жатса, неге түсініксіз нақты жазып кетіңіздер. 100. Қайсы суретте 100 көріп тұрмыз? Міне, мына шарда 100. Бұл бізде A. A деген шар екен. A деп жазамыз. 50 дегеніміз бұл бізде 52 қай шар? Міне, D әрпіндегі шар. Сол себепті мына жерге D деп жазамыз. Міне, енді бұл бізде осы 3-4 сабағымыздың соңғы тапсырмаларының бірі, exercise number 2. Look under circle. Қара және де, не дейді, дөңгелекте арнама тіркеліп, лайк басып кетуді, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біріншісі бұл бізде, екіншісі және де үш сурет екен. Енді қараңыз, бұл бізде нені бейнелеп тұр? Мынау бізде негізінде музей, дұрыс қой. Мынау бізде ойын-сауық паркі, иә? Мынау бізде бұл ресторан, немесе кафе. Бұл жерде ресторан көрсетілген. Енді қараңыздар. Мына жерде екі таңдау беріліп қойған бізде. Museum, яғни музей, restaurant, ресторан. Қайсы? Бұл бізде музей. Сол себепті this is a museum in Kazakhstan. Бұл Қазақстандағы музей деген мына нұсқаны таңдаймыз. Circle деп қойыпты, бізде дөңгелек дейсіздер бұлай, иә? Look at the museum amusement park. Бұл бізде ойын-сауық паркі, сол себепті ойын-сауық паркі amusement park. Amusement park болады екен, сол себепті осыны дөңгелек дейміз. Look at the amusement park, ойын-сауық паркіне қара деген сөз. Сөйлем, иә, аудармасы. Үшіншісі, this is a cinema restaurant. Мынау, бұл деген сөз, this is нұсқап тұрмыз бір затқа. Бұл кинотеатр, мынау кинотеатр, ресторан деп қойыпты. Енді бұл бізде кинотеатр емес, бұл бізде ресторан. Сол себепті restaurant деген сөзді таңдаймыз осылай домалақта. Сонымен сабағым ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, арнама тіркеліңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер, ұнап жатса, жаңағыдай қоңырауша белгісін басып кетіңіздер, келесі сабақтан шыққан жайлы хабардар болып отырасыздар. Келесі жолы осы 5-6 сабақты салатын боламыз. Ол урокқа байланысты. Our lesson is over. Goodbye.